Каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында жасалатын сырдың рецептіменен бөлісетін боламын. Бізге ең алдыменен осындай кастрюлямызды газге қойып аламыз. Оған 1,5 литр сүтімізді құямыз. Яғни үйдің сүті болуы қажет, міндетті түрде дүкендікі жарамайды. Яғни әдемі сыр шығатын болады. Енді сүтіміз таза пісіп кетпесін. Сүтіміз пісуге жақын қалған кезде, қатты ысып болған кезде үй жағдайында жасалған осындай творогымызды салатын боламыз, және де оны бір келкетіп жақсылап араластырып жібереміз. Яғни бізге сүтіміздің іріуі қажет. Сүтімізге творогты салғаннан кейін көк суы шығып, яғни іріуі қажет. Творогтарыңызға байланысты болады, кейде жабысыңқырап, кәдімгі қою болып іриді, немесе менікі творогым майда болғандықтан осылай да іріп шығатын болады. Одан қорықпаңыздар. Біраз қайнатқаннан кейін осындай қоймалжың болып шығады. Енді осы ірілерін осылай кез келген затыңызбенен сүзіп алатын боламыз. Яғни сковородкаға осылай сүзіп алсаңыздар болады. Оны тағы да қайнататын боламыз. Сол себепті сондай ыдысыңызға ыңғайлап аласыздар. Мінекей барлығын сүзіп алдық. Енді бөлек ыдысымызға. Енді көк суынан мінекей ажыраған, кішкене қалғаны ештеңе етпейді. Мінекей қоюын бөлек алдық. Енді оны да газды астын қосамыз, сковородкамызды қосып тұрып. Енді осы творогымыздың үстінен 1,5 немесе 1 қасық және кішкене ғана тұзды салып жібересіздер. Және де 50 немесе 80 граммдай салсаңыздар болады. Творог кейде көбірек шығуы мүмкін, осындай қоюлығы, немесе кейде аздау болып шығады. Ол жаңағы айтқанымдай творогқа байланысты, соғылған байланысты етіп, сары майды солай салатын боласыздар. Маргарин де жарайды. Осылай салып, жақсылап ерітіп, бір келке етіп, араластырып аласыздар. Отымыздың астын орташа етіп қоямыз. Яғни қайнап жатады. Сол кезде бірден жасай береміз. Енді осы үстінен қайнап жатқан кезде 1 шай қасықта, қатты толтырып жібермейсіздер, қасықтың бетімен бірдей етіп, соданы салатын боламыз. Осындай реакция беріп, осылай көпіршиді. Оны жақсылап, осылай араластырып жібереміз. Көпіршігені қазір басылады. Осы кезде творогтың несіне қарай әртүрлі болып шығады. Қоймалжың болып, кәдімгідей ыдысқа жабысып, сыр сияқты өзі біліне бастайды. Неге бізде әлі көпіріп тұр. Біраз қайнағаннан соң бұнысы басылатын болады. Көпіргені басылды. Баяу отта осылай бір келкі етіп қозғап аламыз. Өзі түрі белгілі болып шығады. Мінекей барлығы еріп бір келкі болып, созыңқы болып шығады. Сол кезде формаға құя берсек болады. Кез келген ыдысқа осылай құясыздар, ыңғайлы етіп. Және де оны 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Мінекей менде 3-4 сағат тұрды. Тоңазытқышымызда тұрған сырымызды енді оңай түседі. Арасында құрамында майы болғандықтан. Енді оны жақсылап мінекей өте әдемі болып шыққан. Мінекей сіздерге кесіп көрсетемін. Жұмсақ болып шыққан, яғни бұның қатты түрінде алдағы уақытта жасап көрсететін боламын. Сырдың қатты теркалардан беймарал өте беретіндей болады. Біздің бұл сырымыз жұмсақ болып шықты. Мінекей нанның бетіне қойып, жаңағы пешке салған кезде де еріп шығатын болады.
қалағандарыңызша кесіп неге дастархан жасағанда немесе таңғы аста кез келген затты дайындап беруге өте керемет, және де былайша жесеңіздер де дәмі әдемі болып шығады. Үй жағдайында осындай азғантай ғана заттан, үйдегі бар заттардан осындай 1 келіге жақын етіп осындай сыр жасап алсаңыздар болады. Неге өте керемет болып шыққан. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.